Сәлем қыздар, бүгін сіздермен биік болып пісетін зебра пирогының рецептімен бөлісемін. Егер сіздің пирогыңыз осындай биік болып көтерілмейтін болса, видеоны соңына дейін қараңыздар және осы рецептпен жасап көріңіздер. Ендеше бастайық. Бірінші құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып аламыз. Үстіне шекер қосып, жұмыртқа мен шекер біркелкі араласқанша, шекеріміз езілгенше біздің массамыз көбеюі керек, ақ көбік сияқты болуы керек. Соған дейін жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз дайын болды. Міне енді үстіне сұйық май құямыз. Сұйық майдан кейін бөлме температурасында тұрған сүтімізді құямыз. Осыдан кейін көп миксерлеудің қажеті жоқ. Аздап миксерлеп, енді електен өткен ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді қосамыз. Бір араластырып, енді жаңағы дайындап қойған сұйық массамыздың үстіне 3 бөлікке, 4 бөлікке бөліп қосып отыратын боламыз. Барлығын бірге салуға болмайды, себебі біздің пирогымыз қазір көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан да 3-4 бөлікке бөліп отырып, осылай миксерлеп отырып, біз пирогымыздың массасын дайындайтын боламыз. Бізде біркелкі өте әдемі сұйық масса шығатын болады. Дайын болғаннан кейін массамызды міне теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне какао қосамыз, біреуі солай ақ күйінде тұрады. 2 ас қасық какао қосамыз. Негізі сеткімен өткізіп салсаңыздар да болады. Қасықпен барлығын жақсылап араластырамыз. Біркелкі болғанша, бір түс болғанша бізде какаоның іртіктері қалмауы керек. Немесе миксерменен араластырсаңыз да болады. Осы бейненің астында көптеген тамақтардың, тәттілердің рецептлері бар. Соларды қарап жасасаңыздар болады. Біздің массамыз дайын болды. Міне енді 24 немесе 22 диаметрлік формаға пісірсеңіздер болады. Ақ массамызбенен какао қосылған массамыз осылай бірінен соң бірін ас қасықпенен құйып отырамыз. Бұл пирогты мен дәл осы рецептпенен 3-ші рет жасауым. Өзіме қатты ұнағандықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Барлығын мен құйдым, енді бетіне өрнек салатын боламыз. Ағаш таяқпенен немесе осылай пышақтың көмегіменен өрнек салып шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қойып, 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Суығаннан кейін кесеміз. Биік болып шығады, әрі өте дәмді болып шығады. Пісіретін заттарда үйден табыла қоятын өте дәмді пирогтардың бірі. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепт түрлерімен бөлісемін.